Қызылордада орталық стадион салынып жатыр, жергілікті бюджеттен. Бір жақсы жері, бұл жерде тек қана футбол ойнау үшін емес, бірнеше әртүрлі балдардың спорттық секциялар болады. Астыңғы жақтары 20 мың шаршы метр болады. Ішінде барлығы қысы жазы балдарға ойнау үшін, спортпен айналысу үшін арналған, арнайы барлығы технологиясымен, вентиляциясы болады, таза ауаны тазартады, арнайы покрытиялар болады. Сосын бұл жерде бір ерекшелігі, басында 7 мың орын тығылып отыратын. Ал енді болашақ футболды біз қабылдау үшін жақсы ойындарды қазір УЕФАның талаптары бойынша 11 мың орын екен. Алдымен екі жағы болды, Түркістан сияқты. Қазір қосымша 2 трибуна салады, бер жағы, оңтүстік жағы. Сонымен 11 мың отыратын орын. Бұл бүкіл европалық стандартқа сәйкес болады. Алдағы уақытта бұл жерге Европа деңгейінде спорттық жарыстарды қабылдай беруге болады. Сосын тағы бір ерекшелік, бұл жерде мен айтайын деген, барлық құрылыс конструкциялар көрсеңіздер, көбінесе темірден жасалған, барлығы біздің жергілікті компаниялар жасап жатыр. Барлығын 100%. Және барлығы енді өнімде шығу бізден, ертең салықты өзімізге түсіп жатыр. Жергілікті мамандар үйренді. Сырттан біреулер әкеп жасайды емес, біздің азаматтар өздері жасай біледі. Сен тапсырғанымыз дұрыс. Бұл жердегі бірінші 7,5 гектар территориясы көкпен сызылып тұр ғой. Иә. Осы жасалған тұғын. Одан кейін Нұрбек Машбеков ұсынысы жаңа 11 мың асырғаннан кейін мына жердің барлық үйлердің бәрін қосу үшін барлығын қазір почта білесіз ғой, қаланың почтасы. Благоустройствоны қосып, одан бөлек парковка бізде 280-300-ге жуық еді, соны қазір 900 мыңға дейін мың автокөлікке. Одан бөлек мынау запыты, мынау востогы, мынау севері, мынау югі. Юг қазір Абылайхан көшесінен түсіп тұр. Бұл жердің бәрі мынау благоустройствосы, алдын бәрі қолғандарында. Одан бөлек мынау восток жағынан бізге мынау көше, үйлердің арасынан көше салынады. Одан ішінен былай бір бөлек көше түседі. Ең бұл жердің ерекшелігі север жақтан, арғы жақтан бульвар түседі. Енді мына жерге ертең көрші көрермендер келетін кезде әрқайсысы өзі запыты ар жағынан, мына келеді, севері өзі ар жақтан келеді. Тірек қалмайды, сондай пробка. Одан бөлек мынаның бәрінің тұрғындары келеді, 15 мыңға жуық адам тұрады.